Әкем үшін бөтен, шешем үшін жүк едім. Мен туғанда үйде той болмады. Мені туған күні анам бөлмеде жылап отырғанын көршілер айтатын. Әкем менің туғанымда ауылдағы бір отырыста естіпті. Үйге келіп анамның бетіне су шашып, ұл болса да қыз болса да не керек? Аш отырмыз, ақымақ, деп айқайлапты. Мен көзімді ашқан күннен бастап дауыс, айқай, қарғыс естіп өстім. Құран ілулі тұрған үйде. Құрт мені. Кет көзімнен. Сен менің қарғысымсың. Деген сөздер естілетін. Анамның шашы ұйпа-түйпа, көзі үнемі ісіп жүреді. Мен жылай бастасам, жұлқып төсептен лақтырып жібереді. Мен қуыршақ көрмедім. Мен бесік жырын естімедім. Мен ешқашан балам деген сөзді естімедім. Көршінің қызы кішкентай інісін жаным деп бауырына басқанда мен сыртта қарап тұратынмын. Қарным ашса жыламайтынмын. Жыласам таяқ жейтінімді білетінмін. Менің ең алғаш жылаған күнім туған күнім емес еді. Мектепке алғаш барған күні үстімде көршінің баласынан қалған ескі киім болды. Жартылған жеңін анам инемен жамап қойған. Мұғалім мені тақтаға шақырғанда, сыныптағы бір қыз мұрнын басып иіс шығып тұр деді. Сол күні мен алғаш жыладым. Бірақ көз жасымды ішіме ағыздым. Сыныптан шыққан соң мектептің артындағы бұрышқа барып, тасқа отырып көпке дейін үнсіз отырып қалдым. Маған ешкім үй тапсырмасын сұрамады. Маған ешкім досым болайық демеді. Мен жай ғана бір бұрышта тұрған ешкімге керек емес бала болдым. Кешке үйге келсем, шешем, қайда жүрсің? Тағы ұятқа қалдырдың ба? Ек алып келсең, өлесің, деп шашымнан тартып жіберді. Әкем қабағын түйіп отыр. Менің келгенімді байқамай да қалғандай. Әке, дедім жай ғана. Ол маған бұрылып қарады да, кедейліктің жемісісің сен, деді. Сол сәтте жүрегім сыздап, кеудемде бірдеңе үзіліп кеткендей болды. Мен өз туған үйімде бөтен болдым. Туған күнім емес, дәл сол күн менің ең алғаш шын жылаған күнім еді. Қоқыстан тапқан қуыршақ менің жалғыз сырласым еді. Бір күні үйден қуып шықты. Анам екінші күйеуімен ұрсысып қалып, ашуын менен алды. Сен болмағанда мен баяғыда байға тиіп бақытты болар едім, деп айқайлап, ішімдегі аз ғана шайды үстіме шашып жіберді. Сыртқа шықтым. Түн, суық, жер дымқыл. Қоқыс жәшігінің жанынан өтіп бара жатып, ішінен бірдеңе жарқ еткендей болды. Қарасам, кір-кір, шашы жұлынған қуыршақ жатыр. Көздері жоқ. Бірақ, білесіз бе, сол қуыршаққа қараған сәтте мен өзімді көрдім. Сол қуыршақ мен едім. Оны бауырыма бастым. Қатты құшақтадым. Сосын жертөледегі ескі орындыққа отырып, қуыршаққа жай ғана, сен де мен сияқтысың ба? Деп сыбырладым. Сол сәттен бастап менде сырлас пайда болды. Адамдар мені тыңдамады. Ал ол қуыршақ ешқашан мені бөлмеді. Мен сөйледім. Ол үнсіз тыңдады. Кейде жыладым. Ол үнсіз жылады. Мейірімнің не екенін білмейтін маған. Сол қоқыстағы қуыршақ ең бірінші жылулық болды. Сол түні мен алғаш рет ана құшағынан емес, қоқыстан тапқан қуыршақтың құшағынан жылу іздедім. Балам деген бір ауыз сөзге зәру болдым. Мектепте де, үйде де мені атымен атамайтын. Үйде кет, сасық. Мектепте оқымайтын, жалқау бала. Ал есімше, менің атымды ешкім еркелетіп айтқан емес. Бір күні мектептен шыққанда қатты жауын жауды. Киім малмандай су болды. Үйге баруға қорықтым. Шешем тағы да ұрсады. Сол жауынды кеште мен подъездің бұрышына тығылдым. Сол кезде жаныма бір кемпір келді. Қолында қалта. Қалтасынан жылы самса мен бір бөтелке сүт шығарды. Көзіме тура қарап, балам, іш, тоңып қалыпсың ғой, деді. Балам, мен бұл сөзді алғаш рет естідім. Біреу мені балам деді. Қатты жылағым келді. Бірақ жылай алмадым.
тамақ жеп отырып үнсіз отырып қалдым. Ол кісі жылағанымды байқамау үшін теріс қарап тұрды. Ол кісі кеткен соң мен сол жерде ұзақ отырдым. Ішімнен мың рет қайталап айттым: балам, балам, балам. Қарапайым бір сөз мен үшін өмір бойы зарығып жетпеген. Ең қымбат сый болды. Мен бала болдым, бірақ ешкімнің баласы бола алмадым. Анашым, неге мені босандың? Бір күні түнде анам ішіп келді. Бөлмені боқтық басты. Мен өз бұрышымда үнсіз отырдым. Жалт етіп маған бұрылды да: сен менің сорымсың. Сен болмағанда баяғыда бақытты болар едім, деп жаныма келіп бетінен итерді. Бетім қабырғаға соғылып, ернім жарылып кетті. Қан ақты. Жылаған жоқпын. Сол түні мен көзі ұйқыға ілінгенше қарап жаттым. Сосын жай ғана сұрақ қойдым. Ол естімесе де мен айттым: анашым, неге мені босандың? Неге мені тастамадың? Неге өлтірмедің? Босанып неге жек көрдің? Бала болсаң бәрібір бақытты боласың деп ойлаушы едім. Мен өлімнен емес, ананың сүймегенінен қорықтым. Өлген баланы ешкім жамандамайды. Ал мен тірімін. Жаным тірі. Бірақ үнемі жек көрудің, қарғыстың, ұрып соғудың астында өліп жатам. Қайта-қайта бір ой келді. Анашым, менің өмірге келуімді сен қалады ма едің? Егер қаламасаң, неге мен осындамын? Мен көшеден ана іздедім. Соңғы кезде мен үйге барғым келмейтін болдым. Күн батқанша мектептің маңында жүретінмін. Балалар үйлеріне қайтып, қала көшесі босап жатқанда, мен аялдамаға барып отыратынмын. Жанымнан аналар өтіп жататын. Қолынан ұстаған балаларына жылы сөз айтып, құшақтап еркелетіп жататын. Кейбірі тіпті қатты сөйлесе де, сол қаттылықтың артында махаббат бары білінетін. Ал мен аялдамада жалғыз отырып, әр ананың жүзіне қарап, осы кісі мені жақсы көрер ме еді деп ойлайтынмын. Бір күні бір келіншек маған қарап: үйің қайда, балапан? деді. Мен сасып қалдым. Сосын жай ғана: жоқ, үйім, тек аялдама, дедім. Ол үндемей қалды. Сосын маған бәліш пен жылы сүт алып берді. Мен қолым дірілдеп отырып ішіп едім. Жүрегім қайтадан жылып сала берді. Сол сәтте мен анамды кешіргім келді. Бірақ кешіре алмадым. Себебі мен мейірім дегенді бөтендерден таптым. Ал өз туған анамнан тек кек, қорлық, жек көру көрдім. Мен көшеден мейірім іздедім. Мен бөтен адамдардан ана тапқым келді. Мен жанымда болмаса да, жанымды түсінетін ана армандадым. Бала тастанды емес. Тастап кеткен үлкендер. Жылдар өтті. Мен есейіп кеттім. Бірақ бала кезімдегі бір ғана сұрақ ешқашан есімнен кетпеді. Мен неге керек болмадым? Қазір көшеде жылап тұрған баланы көрсем, жанына барып басынан сипағым келеді. Себебі мен басынан ешкім сипамаған баламын. Бүгінде адамдар тастанды бала көбейіп кетті дейді. Жоқ, бала ешқашан тастанды болмайды. Тастап кеткен біз, үлкендерміз. Мейірімді бермеген үлкендер. Жауапкершіліктен қашқан үлкендер. Жылап тұрған баланы елемеген үлкендер. Баланың тағдырын ана мен әке жасайды. Егер бала тас жүрек болып өссе, ол жүректі тас қылған да сол үлкендер. Мен қазір тірімін. Бірақ өз анам тірі бола тұрып, мені тірідей жетім етті. Сол үшін мен бір ғана нәрсе айтқым келеді. Ешқашан балаңызды мен үшін қиынсың деп ренжітпеңіз. Өйткені ол сіз үшін өмірге келген жоқ. Сіз оны өз қалауыңызбен дүниеге әкелдіңіз. Енді сол үшін жауап беруге, жауапкершілік алуға тиістісіз. Бұл әңгіменің сабағы. Әр баланың ішкі дауысы бар, оны естуіміз керек. Бала тек материалдықпен емес, мейіріммен өседі. Тірі жетімдіктің дерті денеде емес, жүректе. Қараусыз қалған бала деген ұғым болмау керек. Себебі баланың тағдырын жазатын үлкендердің ісі.